негізі. Зеленский молодец қой. Араларыңыздан солдым, кішкене саясатқа кішкене бет бұрайық. Мен енді керемет бір саясаткер бай емеспін, сойқан бір саясаткер емеспін, бірақ қатындар айтып жатыр, қатындар не дейді деген әңгімеден ол мынандай нәрсе. Зеленский бұл жерде молодец болып тұрған жоқ, Зеленский бұл жерде ойыншық болып тұр, қуыршақ болып тұр. Путин бұл жерде бәлеқор болып тұр, бірақ ол бәлеқор болып тұрған жоқ, ол да қуыршақ болып тұр. Бұл жерде алпауыт Америка мен Қытай екі империя соғысып жатыр. Егер НАТО жаңағыдай қайсыда ақш-тың әскері Украинаға толығымен сол бүкіл жерлерінде кіретін болса, Украина НАТО-ға кіріп, НАТО-ға кірді ма кірмеді ме әлі, толығымен Америкаға мойынсұнатын болса, толығымен сол үшін соғысып жатыр ғой, енді Америкаға жетеміз. Егер толығымен Америка мойындап демеушілік алып әскерлерін сол Қырымға кіргізетін болса, мына жақта Қытайлар асылып өледі. Өйткені Қытайға Американың әскері жақын жерде керек емес. Бізде Американың әскері жоқ, Өзбекстанда жоқ, бүкіл ТМД елдерінде жоқ, өйткені Қытай басқарып отыр. Анау Серікжан Біләш бекерге айқайлап атқан жоқ. Сондықтан ол кісінде бір-екі сөзінің шындығы бар. Енді бұл жерде не болады? Бұл жерде сол екі түйенің арасындағы шыбын өліпті болған әңгіме. Қазақтар өте аз, 8 миллион, біз тек сол Қытайдың арқасында күн көріп отырмыз, үстіне 20% қойып, ары қарай солай жібек, жаңа баяғы керуен сарай сияқты Қытайдың жібегін тасып, біз ары қарай күн көре береміз, бізге ешқандай да оның шатағы да жоқ. Бірақ орыстар мен украиндар қырылып жатыр. Басқа да майда-шүйде этностар бар ғой, олар да қырылып жатыр. Қытай мен сол американдықтар үшін. Қайсы жағын таңдайды? Бұл жерде мәселе, бұл жерде емес, мәселе анау бар ғой. Қай уақытқа дейін екеуінің күші жетеді, сол уақытқа дейін сөйтіп төбелесе береді енді.